Армысыздар қазақ елі. Бүгін 27 ақпан 2026 жыл. Сөйлеп тұрған Файзуллин Қалыбек Досетұлы. Яғни өткендегі айтылған Торғай өңірінің болашақтағы жақсаруы, яғни экономикалық даму жайлы тағы да айта кетсек, яғни президентіміз айтқандай ерекше назар аудар деп шегелеп тұрып айтты. Ол кісі сол айтқанына сәйкес, құрметті Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов мырза, яғни соны ескере отырып, мына Торғай өңіріне экономикалық даму бағдарламасын іске асырсаңыз бекітіп, президент мырза, соны қолға алсаңыз, яғни мынау шағын бизнестерді дамыту, яғни ірі бизнес дамыту, сонымен қатар мынау ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов мырза, мынау банкілерге жеңілдетілген несие жағын Торғай өңіріне қарастырсаңыз, салық мәселесі, салық комитетінің төрағасы салық мәселесін жеңілдетіп, сол іске асырылса, сондай инвесторлар келер еді. Жатпай тұрмай, мынау Қостанай облысының басшысы, Арқалық ауданының әкімі, Амангелді ауданының әкімдері, яғни жатпай тұрмай жұмыс істеулеріңізге тілектеспін. Мынау Ақтөбеден, шектесіп жатқан Ақтөбе облысы, содан Арқалыққа қарай, яғни газ тартылса, өзімізде газ трубалары шығады, жеткілікті мөлшерде шығып жатыр. Өзіміздің яғни өнім өтеді, бір жағынан салық түседі. Мынау өз-өзін ақтамас, банк саласына да, яғни екі рет көмектестік қой. Яғни бюджеттен болсын, ұлттық қордан болсын, көп мөлшерде қаржымен көмектескенбіз қазақ елі, Қазақстан халқы. Енді Торғай өңіріне көмектесетін кез келді. Сонда мынау үдере көшу тыйылар еді. Соны қайта барып қоныстанар еді. Мынау шағын бизнесті, инкубаторлық бизнесті дамытсаңыздар, Қытайда 2 үй сайын, 1 үй сайын, мысал, керек жарақтың бәрі шығады ғой, сол инкубаторлық бизнесті. Торғайда не шығады? Соны бірінші мәселе Торғай. Балық шыға ма? Балық өңдейтін цех ашу керек. Арқалықтан ба, Амангелдіден бе, әлде Жангелдіден бе? Жартылай сталған болсын, ең ақыры, мысалы, сүт өнімдерін өңдейтін, май қып шығаратын, ірімшік қып шығаратын, балмұздақ қып шығаратын, қойылатылған сүт консервіленген, солай қып шығаратын. Мал бар, яғни сүт өнімдері өтпейді, яғни саумай атырмай, жоқ, өндірмей атырмы. Арқалықтан мынау жүннен крем шығаратын, яғни фабрика ашылса, не болмаса құрылысқа қажетті материал шығаратын жылы. Сондай материал шықса, жүннен далаға лақтырылмас еді. Барлығы ілесіп, барлығы келу керек мынау. Банкі келу керек, тағы басқа, яғни Қазақстан темір жолы келу керек. Яғни Шұбаркөл арқылы көмір тасылады. Неге мынау жүк вагондарын жөндейтін кәсіпорын жоқ Арқалықта? Неде Қостанайда жеңіл автомобильдер шығады? Бірнеше мыңдаған, мысал, ашты ғой заводын. Неге қосалқы бөлшектерді
арқалықта шығармасқа, соған доңғалақ болсын, кабина болсын, сол қарастырылса, бұрынғы керамикалық завод ашылса, сонымен қатар сүт өңдейтін, яғни май шығаратын, тағы да мынау Қостанай облысының мынау арқалық жағының бидайы ең сапалы. Қазақстанның ішінде дүниедегі мысалы ең сапалы бидай арқалық жағында, Қостанайдың оңтүстігі арқалық жағында өседі. Соның көп болса, мысалы 15% пайызы ұн болып өңделіп жатыр. 70%-ға дейін жеткізу керек Қазақстан мынау арқалықтың шығатын бидайдың, яғни өнімін, ұнды, макаронды, ұн мен макаронды Астананың нарығында неге жоқ? Арқалықтың жұмыртқасы неге жоқ Астананың нарығында? Аз мөлшерде шығып жатыр. Башко мырза, соны қолға алсаңыз. Терминалдар неге жоқ? Банк саласына көмектестік қой бізде. Ұлттық қордан жаңа айтқандай бюджеттен болсын. Әр нәрселер шығару керек. Не қажет, соның бәрін шығару керек. Шеге болсын, шелек болсын, құрылысқа қажетті материалдар. Аман есен болыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын.